болсын. 1941-1945 жылдардағы Кеңес одағының Ұлы Отан соғысы Екінші дүние соғыстың құрамдас бөлігі ретінде мәңгі тарихқа енді. Бұл соғыста Қазақстандағы әр отбасынан жүздеген мың адам қолына қару алып соғысқа қатысты. 11.600 адам Ұлы Отан соғысындағы ерліктері үшін Кеңес одағының батыры атағын алды. Қазақстандықтардың саны 497, оның ішінде 97 қазақ және 2 қазақ қызы бар. Атап айтсам, Бауыржан Момышұлы, Мәлік Ғабдуллин, Сағадат Нұрмағамбетов, Хафиз Досжанова, Нұркен Әбдіров, Әлия Молдағұлова, Талғат Бегелдинов, Мәншүк Мәметова және тағы басқа. Құрметті қазақстандықтар, әріптестер, келесі сөз кезегін Панфилов ауданының тарихшы ұстаздары сіздерге Ұлы Отан соғысына қатысқан жаркенттер туралы мағлұмат береді. Ұлы Отан соғысының аяқталғанына биыл 77 жыл толады. Осы соғысқа Ынталы ауылынан шалғайда жатсақ та 150-ге жуық ер азамат соғысқа аттанған болатын. 150-ге жуық аттанған ер азаматтардың 62-сі сол зұлмат соғыстан оралмай қайтыс болса, 42 азамат аман-есен ауылға оралған болатын. Сонымен қатар еңбек армиясына Ынталы ауылының өзінен 42 адам осы еңбек армиясына қатысса, Ынталы ауылына 40 қыз деген тек қана қыздардан құрылған еңбек ардагерлері болған. Хамит Қожабергенұлы Көпіков 1916 жылы Панфилов ауданы Сарыбел ауылында дүниеге келген. 1941 жылы 10 тамызда әскер қатарына алынған. 1942 жылдан соғыс аяқталғанға дейін майданда болды. Сталинград, Прага, Берлин үшін болған соғыстарға қатысқан. Одер өзенінен өткенде көрсеткен ерлігі үшін Кеңес одағының батыры атағы берілді. Сондай-ақ ол 2-ші дәрежелі отан соғысы және Қызыл жұлдыз ордендерімен марапатталған. Соғыс аяқталған соң елге оралып, әртүрлі лауазымды қызметтерді атқарды. 1973 жылы өмірден өткен. Анисим Павлович Пащенко 1913 жылы 1 маусымда Алматы облысы Панфилов ауданы Лесновка ауылында дүниеге келген. Ол орталық 3-ші Украина және 1-ші Белоруссия майданына шайқасқа қатысты. 39-ші гвардиялық атқыштар дивизиясы, 41-ші жеке гвардиялық барлаушылар ротасының взвод командирі болды. 44-ші жылдың тамызына қарай генерал Чеков басқарған 8-ші гвардиялық әскердің құрамында болды. Дивизия Висла өзеніне шығады. Сандомир плацдарм үшін кескілескен шайқас басталады. 44-ші жылдың 1-ші тамызында Анисим Пащенко бастаған барлаушылар тобы дивизия бөлімін жағалауға шығаруды қамтамасыз етеді. Пащенко басқарған 40 шақты барлаушылар 5 станокты пулеметті, 3 бронетранспортерді, 3 оқ-дәрі тиелген көлікті жарып жібереді. 60 гитлершіні жер жастандырады, 12-сін тұтқынға алады. Гвардия лейтенанты Анисим Пащенко осы ерлігі үшін КСРО жоғары кеңесінің жарлығыменен 1945 жылдың 24 наурызында Кеңес одағының батыры атағын алады. 45 жылдың 19 сәуірінде Германияда Бранденбург провинциясында Клиндрада селосында болған шайқаста Анисим Павлович Пащенко қаза табады. Жаркент өңірі ежелден ерлік пен батырлықтың мекені. Осы өңірде дүниеге келген Қожахмет Тышқанбаев. Қожахмет Тышқанбаев 1916 жылы Панфилов ауданы Көктал ауылында дүниеге келген. 1943 жылы 6 қарашада өзінің қарулы күштерімен десанттарға кедергі келтіретін қарумен барлық немістердің көзін жойған. Шайқас кезінде жалғыз қалып 5 неміс танкілерін қиратқан. Осы шайқаста ерлікпен қаза тапты. Совет одағы батыры атағы 1944 жылы 16 мамырда берілді. Соғыс адамзат баласына қасірет әкелген үлкен қайғы.
сол соғысқа өз үлесін қосу үшін туған жерді қорғау үшін біздің ауылдан бірнеше ер азаматтар аттанды. Соның бірі Затбек Бұлтбек 1921 жылы Орелең ауылында дүниеге келген. 1941 жылы қараша айында майданға аттанады. Бауыржан Момышұлы басқарған ақтықшылар дивизиясында болып, Москва түбіндегі шайқастарға қатысқан. Майдан шебінде жүріп, сол кездегі майдан газеттеріне қазақстандықтарды ерлікке, жеңіске шақырып, судағы адамдарды жігерлендіріп, рух беріп, әлі жеңіс күнін тойлататынымыз туралы үндеу мақала жазған. 1943 жылы жараланып елге оралады. Осы жылдан бастап еңбек майданына араласады. Еңбек ете жүріп жоғарғы оқу орнын сырттай бітіріп, Айдарлы ауылында партия комитетін басқарып, Айнабұлақ, қазіргі Бөрбай би ауылында ферма меңгерушісі, Орелең совхозында директордың орынбасары қызметін атқарды. Содан зейнеткерлікке шықты. Өмірінің соңына дейін өз еңбек тәжірибесін, ақылын жастарға айтып, ауылдың әлеуметтік жағдайын жақсартуға, өркендеуіне зор үлесін қосты. Еңбек майданындағы еңбектері мен соғыстағы ерліктері үшін бірнеше медальдармен марапатталды. Бірінші, екінші дәрежелі ордендермен Отан соғысы ордені, Қызыл жұлдыз ордендерімен наградталды. 1998 жылы 77 жасында дүниеден өтті. Хмылев Павел Васильевич, командир противотанкового орудия 7-го гвардейского кавалерийского полка, гвардии сержант. Родился в 1923 году в селе Коктал Панфиловского района Алматинской области в крестьянской семье. В марте 1942 года призван в ряды Красной армии. Сражался в Центральном и Первом Украинских фронтах. 13 декабря 1943 года на подступах к городу Житомиру гвардейцы 7-го гвардейского кавалерийского полка отразили атаку фашистских танков. От танковых снарядов гибли боевые товарищи, поэтому Хмылев встал у орудия сам. У него была одна мысль – врага не пропустить, уничтожить. В этом бою расчет Хмылева уничтожил 4 танка, 1 бронемашину, 2 автомашины с боеприпасами и большое количество гитлеровских солдат и офицеров. В новом бою Павел Васильевич Хмылев погиб, но врага не пропустил. Указом Верховного правительства Советского Союза от 3 июня 1944 года за проявленное мужество и героизм гвардии сержанту Хмылеву Павлу Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Именем героя названа одна из улиц и установлена памятная доска в селе Коктал. Өз ауылымның ардагерлері жайлы айтқым келеді. Ауылымыздан 150 адам соғысқа қатысқан. Соның ішінде аман қайтқандар Ахирдин Азнабакиев, Сейітқазы Арсаламов, Мұхаммедқали Халитов, Кейіпжан Асқаров, Әзім Алахунов, Нұрым Мамиров, Қадыр Ивулаев, Осман Самсақовтар. Соғыста өз ерлігін көрсеткен өз атам жайлы айтқым келеді. Менің атам Осман Самсақов 1914 жылы осы Шолақай ауылында дүниеге келген. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда атам соғысқа аттанады. Ол Москваны, Бакуды, Харьковты азат ету үшін өз ерлігін көрсеткен. Бірақ 1943 жылы ол жарақаттанып үйіне қайтарылады. Майдандан қайтқан атам өз ауылына келіп, бригадир болып жұмыс істейді. Сол еңбегі үшін ол Қызыл ту орденімен марапатталады. Атам 2006 жылы дүниеден өтеді. Оның ерлігі ешқашан, еш уақытта ұмытылмайды. Иванов Николай Семенович 1924 жылы Алматы облысы Кербұлақ ауданы Аралтөбе ауылында дүниеге келген. 1941 жылы Панфилов аудандық әскери комиссариатқа шақырылды. Пазиван қамалын алған кезде пулеметші Иванов 3 мәрте шайқасқа шығып, қамалды жартылай басып алды. Осы шайқас үшін 1945 жылы 24 наурызда Совет одағының патриоттығы берілді. Соғыс аяқталған соң туған жеріне қалды. 1949 жылы Ленинград орман техникумын бітіріп, Панфилов ауданында орман шаруашылығында жұмыс істеді. Кеңес одағының батыры Иванов Николай Семенович 1972 жылы 4 ақпанда қайтыс болды. Ұлы Отан соғысының батыры Сергей Лутфуллин 1923 жылы 5 қаңтарда Алматы қаласында дүниеге келді. Соғысқа дейін ол Андижан қаласында тұрды. 1942 жылы Панфилов ауданына әскерге шақырылды. 1943 жылдың жазында Тамаровка ауылын қорғаған кезде аға сержант Лутфуллин 76 гаубица мен
14 неміс танкісін жойды. Лутфулиннің көрсеткен ерлігі үшін 1945 жылы КСР жоғары кеңесі төралқасының жарлығымен Кеңес одағының батыры атағы берілді. Ол 2 рет бірінші дәрежелі Ұлы Отан соғысының ордендарымен, медальдарымен марапатталған. 1964 жылы сауда институтын бітіріп, сол салада жұмыс жасады. 1990 жылы өмірден өтті. Сергей Лутфулиннің ерлігі мәңгі есімізде. Герой Советского Союза Илья Васильевич Каратаев родился 5 августа 1922 года в селе Кривошеевка, ныне Кербулакского района Алматинской области. 22 августа 1944 года в деревне Урганта Ишакяйского района взвод Каратаева отразил контратаку 14 немецких танков типа «Пантера». Приказом 21 сентября 1944 года гвардии лейтенант Каратаев награжден орденом Отечественной войны первой степени за бои у деревни Урганты и представлен к званию Героя Советского Союза. 17 октября 1944 года Каратаев погиб в бою. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии лейтенант Илья Каратаев посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Также награжден орденом Ленина. В честь Каратаева были установлены бюст в совхозе, где он работал, и стела в городе Панфилов, ныне Жаркент. Названа улица в селе Алтынемель Кербулакского района.